Ләйлі Мәжнүн, Ләйлі мен Мәжнүн. Қос қашық, қос мұңлық. Шығыста махаббаттың символына айналған екі жас. Бұл батыста Ромео Джульетта, қазақта Қоз Көрпеш Баян Сұлу, ал шығыста жаңағы Ләйлі Мәжнүн бейнесімен суреттеледі. Енді осы Ләйлі Мәжнүн туралы сіздерге бір хикая айтып берейін. Мәжнүннің негізі шын аты Қайыс деген кісі болған, Қайыс деген ақын болған. Ләйлі деген қызға ғашық болып, ес ақылынан адасып, жындының кейпін еніп, ен далаға безіп кеткен. Сондықтан оны жұрт Мәжнүн, яғни жынды деп атап кеткен. Мәжнүн өзінің аты емес, жынды деген сөз. Сол Мәжнүн Ләйліге деген ғашықтан өртеніп жанып, айналасындағы бүкіл дүниеден баз кешіп, қолын төбесіне қойып, ен далаға қаңғырып кеткен ғой. Сөйтіп бір күн далада келе жатса, жолдың бойында құбылаға қарап, жайнамаз жайып тастап, бір молдекең намаз қылып жатыр дейді. Мәжнүн байқамай алдын кесіп өтіп кетіпті. Соны көрген молдекең қатты ашуланып, намазын апыл-ғұпыл бітіре салып, жайнамазын жинай салып, жүгіріп жетіп, Мәжнүннің жағасына жармасып, алқымнан алып, «Ей, оңбаған көргенсіз, не қылған адамсың? Намаз қылып жатқан адамның алдын қандай адам кесіп өтеді? Не деген ақымақсың? Неге артымнан айналып өтпедің? Намазымды бүлдірдің?» деп қыса түседі. Сол кезде Мәжнүн, молдеке, сен Құдайға ғашықсың, сен Құдайды жақсы көресің, сол үшін құлшылық қыласың. Мен Ләйліге ғашықпын, Ләйліні жақсы көремін. Ләйліге деген ғашықтықта мен бүкіл айналамда не болып жатыр, не қойып жатыр, мен көрмеймін. Тек қана Ләйліні көрем. Көзімді ашсам да, жұмсам да Ләйліні көремін. Айналамдағы аққан су, соққан жел, ұшқан құс, жортқан аң, ағаштар, жапырақтар барлығы маған Ләйлі боп қана көрінеді. Ләйліден басқа ештеңені көрмесем, мен сені қалай көрейін, молдеке? Сенің не істеп жатқаныңды мен қайдан білейін, молдеке? А сен Құдайды жақсы көрсең, Құдайға құлшылық қылсаң, Құдайдың құлшылығының үстінде тұрып, неге маған назарың ауып кетті? Не үшін мені көріп қойдың? Неге сол Құдайға ғана зейінің болмайды? Деп сұрақ қояды. Молдеке қатты сасады, қатты ұялады. Дереу жалма-жан кешірім сұрайды. Әрі өзі ойланады. Расымен бұның махаббаты не деген махаббат? Басқа ештеңені көрмейді. А менің иманым, менің махаббатым Құдайға деген. Құдайға деген менің адалдығым қайда? Мен бұны көріп қойдым. Құдайға деп құлшылық қылып тұрмын. Құдай бәрін көреді деп соған намаз қылып тұрып, далада кетіп бара жатқан бұны мен қалай көрдім деп өзінің ісіне қатты ренжиді. Енді бұл оқиғаның қысқада нұсқа түйіні бәрімізге белгілі болып отыр. Бір іс қылатын болсаң, барлық ықыласыңменен жақсы көріп істеу керек екен. Жақсы көрмей, көңілсіз жүрдім бардым істейтін болсаң, ол істен жақсы нәтиже шықпайды екен. Құдайға деген құлшылық болсын, басқа іс болсын, барлығы да шын махаббат қылумен болады екен ғой. Онда қазақ айтады, көңілсіз төсектен көтенсіз бала туады дейді. Бұл деген сөз, көңілсіз істелген іс, яғни жақсы көріп істемейтін болсаң, оның нәтижесі жаман болады дегенді айтқысы келген ғой. Жалпы бір істейтін болсаң, барлық ынта жігеріңмен, зейініңмен істе дегенді мегзеп отыр. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, Қазақтың мінезі каналы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар каналға, басқалар көрсін, таратыңыздар.